бір ұстазымыз айтады, біз 6 жыл медресе оқыдық дейді. 6 жыл медресе оқыған кезде біз 6 жыл бойы стипендия алдық дейді. 6 жыл бойы тегін тамақ жедік, 6 жыл бойы тегін оқыдық, 6 жыл бойы тегін жаттық дейді. Бірақ медресеге оны саудагер, қалталы азаматтар жасап беріп отыр дейді. Сонда нахну фи сахифати туджар алладина анфақу деген сөздері бар ғалымдар. Біз дейді, осы 6 жыл оқып, Аллаға жақындап, діннің қаймағын алып, соны сол арқылы сауап алып, уағыз айтып, шартарапқа таратып жүру арқылы сауап алып жатсақ дейді, амал дәптерімізге ол сауаптар міндетті түрде жазылып жатыр дейді. Бірақ тура сол жерде параллельно бізге жазылған кезде Алла тағала біздің медресемізге бізді 6 жыл бойы оқуға себепкер болған қалталы азаматтар, кәсіпкерлердің де амал дәптеріне біздің осы жасаған сауаптарымызды параллельно жазып отырады дейді. Абай атамыз айтады ғой, баланы оқыту бұл мал аяйтын жол емес дейді. Не деген сөз бұл? Балаға ақша салу керек деген сөз. Сіз саласыз ғой, балаға салып жатсыз, баланы оқытып жатсыз. Бала үлкен ғалым болады, үлкен ғұлама болады. Вот сол кезде ол өзі пісіп жетіліп, ел ағасы болып, әке шешесі қартайып үйінде отырған кезде ол өзінің эпохасы келіп, өзінің жаңағы сәті келген кезде, сол кезде ол мына елге елеулі, халыққа қалаулы, білімді азамат болып, білімін тарқатқан кезде, сол кезде оның жемісін ата-ана үйде отырып көреді. Сол үшін қайтатын ақшадан аямаңдар дейді. Сен салған шығарсың, миллиондап оқытқан шығарсың, шетелге оқытқан шығарсың, бірақ сол оқып келген бала ертең мына халыққа қызмет жасап, халықтың батасын алып, ол сенің жеңісің. Өйткені біздің бабаларымыздың қай-қайсының өлеңдерін алып қарасаңыздар да, ешқашан қара басын ойламаған. Шәкәрім атам айтады, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл дейді. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйреніп ал. Білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба. Мәнсәптің тағы үшін, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін. Бірақ қайтадан қайырылып мына қауымға енді сен келмейсің. Барыңды, нәріңді осы тірі кезіңде бергейсің. Ғибрат аларлығы артыңа бір із қалдырып кетсең, шын бақыт соны мәңгілік өлмейсің дейді. Міне бабаларымыз артынан ғибрат қалдырып кететін ұрпақ тастап кету, және де сол ғибрат қалдырып кете алатын адам болып қалудың жолында еңбек етіп кеткен адамдар. Өзінің қара басын, өзінің бір-екі баласын ғана ойламаған, ұлтты ойлаған.